Параграф 34. Квадрат теңдеуге келтірілген жоғарғы дәрежелі теңдеулер. 34-те бірінші есеп. Біріншісі x-тің 4 дәрежесі минус 8x квадрат минус 9 тең 0. Теңдеудің нақты түбірлерін табыңдар дейді. Біз енді x квадрат тең a деп аламыз да. a квадрат минус 8a минус 9 тең 0 деп дискриминант табамыз. Минус 8-дің квадраты 64. Минус 4 көбейтілген минус 9 тең 64 плюс 36 тең 100 болады. А1 тең болады 8 минус 10 бөлінген 2 минус 1-ге. А2 тең болады 8 плюс 10 бөлінген 2 тең 9-ға. Енді x квадратты жеке-жеке осы a-ның мәндеріне теңестіріп шығамыз. А1-де бізде минус 1. Минус 1 болғанда оның мәні болмайды. X квадрат тең А2-ге теңестіреміз. А2 9, x тең болады плюс минус 3-ке. Келесі екіншісін шығарамыз. X-тің 4 дәрежесі минус 13 x-тің квадраты плюс 36 тең 0-ге. Бұда да x квадратты тең a деп аламыз. A квадрат минус 13a плюс 36 тең 0-ге. Дискриминант тапсақ, минус 13-тің квадраты минус 4 көбейтілген 36. 169 минус 144. 36-ны 4-ге көбейтсек 144. Екеуін азайтсақ 25 шығады. А1 тең 13 минус 25-тен 5 шығады. Сонда 13 минус 5 бөлінген 2 тең болады 4-ге. А2-міз тең 13 плюс 5 бөлінген 2 тең 9-ға. Енді x квадратты теңестіреміз 4-ке. x1-міз тең плюс минус 2-ге. x квадратты теңестіреміз 9-ға. x-міз тең болады плюс минус 3-ке. Мұнда x1 2-міз плюс минус 2-ге, x3 4-міз плюс минус 3-ке тең болады. Келесі үшіншісі. X-тің 4 дәрежесі минус 9 x-тің квадраты плюс 20 тең 0-ге. Мұнда да x квадрат тең a деп аламыз. Сонда a квадрат минус 9a плюс 20 тең 0-ге. Дискриминант тең минус 9-ның квадраты 81, минус 4 көбейтілген 20. 81-ден 80-ді алсақ 1 болады. А1 тең болады 9 минус 1 бөлінген 2 тең 4-ке. А2 тең 9 плюс 1 бөлінген 2 тең 5-ке. Енді x квадратты теңестіреміз 4-ке. x1 2 бізде плюс минус 2-ге. Екінші x квадратты теңестіреміз 5-ке. x1 2 бізде плюс минус түбір асты 5-ке. Келесі төртіншісінде бізде x-тің 4 дәрежесі минус 13 x-тің квадраты плюс 42 берілген. X-тің квадраты тең a-ға. a квадрат минус 13a плюс 42 тең болады 0-ге. Дискриминант тең 13-тің квадраты 169 минус 4 көбейтілген 42 тең 168 болады мұнда. Сонда 169-да 168 алсақ 1 болады. А1 тең 13 минус 1 бөлінген 2 тең 6-ға. А2 тең 13 плюс 1 бөлінген 2
тең 7-ге. Енді x квадратты теңестіреміз 6-ға. Сонда x тең плюс минус түбір асты 6-ға. X квадратты, мұнда x1, 2-міз тең болады, плюс минус 6-ға. X квадрат теңестіреміз 7-ге. X3 және 4 тең болады, плюс минус 7-ге. Түбір асы 7-ге. Келесі есеп 34-те екінші есеп. 34-те 2. Бірінші берілген бізде теңдеу 4x-тің кубы минус 8x-тің квадраты минус x плюс 2 тең 0-ге. Теңдеуді көбейткіштерге жүктеу арқылы шешіңдер дейді. Біз бірінші осы екеуінен 4x квадратты жақша сыртына шығарамыз. Сонда жақша ішінде x минус 2 қалады. Одан кейін мұнда тұрған минусты жақша сыртына шығарып жібереміз. Сонда x минус 2 қалады, тең 0-ге. Енді мұнда екеуінде де x минус 2 бар. X минус 2-ні жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде бізде 4x квадрат минус 1 қалады, тең 0-ге. Енді жақшалар жеке-жеке жазып алсақ, бірінші x минус 2 жазылады. 4x квадрат минус 1 дегеніміз 2x минус 1 көбейтілген 2x плюс 1 тең 0-ге. Енді бұның түбірлерін тауып алайық. Біріншісінде x тең 2-ге. Екіншісінде x тең 1-ге, x тең 2x тең 1-ге, x тең 2-ден 1-ге. Үшіншісі 2x тең минус 1-ге, x тең минус 2-ден 1-ге. Мынау бірінші түбір, мынау екінші түбір, мынау үшінші түбір. Дәл осылай екіншісінде шығарамыз. Екіншісінде берілген теңдеу x-тің кубы минус 2x-тің квадраты тең 9x минус 18 дейді. Енді мынаны жақшаның сыртына біз x-тің квадратын береміз. Сонда жақша ішінде x минус 2 қалады. Мынаны бірден теңдіктің сол жағына шығарып алайық. Сонда минус 9-дан береміз жақшаның сыртына. Сонда ішінде x минус 2 қалады, тең болады 0-ге. Енді мұнда да бірде x минус 2 болғандықтан x минус 2-ні осылай шығарып, мұнда x квадрат минус 9 деп жазып аламыз, тең 0-ге. Жақшалар жеке-жеке жазып алайық. x минус 2, x минус 3, x плюс 3 тең 0-ге. x біріміз тең 2-ге, x 2-міз тең болады 3-ге, x 3-міз тең болады минус 3-ге. Келесі үшінші есеп x-тің кубы минус 3x-тің квадраты минус x плюс 1 деген бізде теңдеу берілген. Біз мұнда мына x кубпен плюс 1-ді бір жақшаға жазып алайық. X куб плюс 1. Енді мұнда жақшаның сыртына минус 3x шығарсақ, x плюс 1 қалады, тең 0-ге. x-тің кубы плюс 1 дегеніміз x плюс 1 көбейтілген жақша ішінде x квадрат минус x плюс 1. Мұна минус 3x, жақша ішінде x плюс 1-дің өзін жазып аламыз, тең 0-ге. Енді бізде ұқсасы x плюс 1, нарыдағы x плюс 1. Оның екеуін бірге жазамыз, x плюс 1. Енді бөлек жақшаның ішіне x квадрат минус x плюс 1 минус 3x-ті жазамыз, тең 0-ге.
x плюс 1-ден x біріміз тең болады минус 1-ге. Ал мынау x-тің квадраты минус x минус 3 минус 4x болады плюс 1. Бұның дискриминантын тауып алсақ, дискриминант табайық. 16 минус 4 көбейтілген 1 тең 12. X екіміз тең болады 4 минус 12 дегеніміз 2 түбір асты 3. Түбір асты 3 бөлінген 2-ге. Мұнда 2-ні жақшаның сыртына шығарсақ, 2 минус түбір асты 3 болады, бөлінген 2-ге. Қысқарып кетеді, сонда 2 минус түбір асты 3 қалады. X үшіміз тең 4 плюс 2 түбір асты 3 бөлінген 2 тең. Мұнда да 2-ні жақшаның сыртына шығарсақ, 2 плюс түбір асты 3 қалады, бөлінген 2-ге. Қысқарып кетеді, сонда 2 плюс түбір асты 3 қалады. Келесі төртіншісі, x-тің 4 дәрежесі минус 2x-тің кубы плюс 2x минус 1 тең 0-ге. x-тің 4 дәрежесінен 1-ді 1-ге жазып алайық. x-тің 4 дәрежесі минус 1. Екеуін бөлек жақшаның ішіне. Одан кейін минус 2x-ті жақшаның сыртына шығарып, жақшаның ішіне x квадрат минус 1-ді жазамыз. Тең 0-ге. Енді бұл дегеніміз x-тің 2 дәрежесі минус 1 көбейтілген x2 плюс 1. Минус 2x квадрат минус 1 тең 0-ге. Мұндағы x квадрат минус 1-ді жақшаның сыртына шығарып, жақша ішіне x квадрат плюс 1 минус 2x-ті жазамыз. Бізде x квадрат тең 1-ге, x1, 2 тең плюс минус 1-ге. Енді x квадрат плюс минус 2x плюс 1 тең 0-ге деп алып, дискриминантты табамыз. Сонда 4 минус 4 көбейтілген 1 тең 0-ге. Дискриминант 0-ге тең болған жағдайда x-тің бір ғана мәні болады. Сонда x 3 деп алайық. Тең 2 плюс минус 0 болғанда. Минус 0 болса да, плюс 0 болса да мән өзгермейді. Бөлу 2 тең 1-ге. Келесі 34-те 4-ші есеп. Мұнда айтады 2 және 3 сандары 2x куб плюс mx квадрат минус 13x плюс n тең 0 теңдеулерінің түбірлері екені белгілі дейді. mn мәндерін және теңдеудің үшінші түбірін табыңдар дейді. Бізде бірінші түбіріміз тең 2-ге, екінші түбіріміз 3-ге тең. Және де табу керек бізге m-ді, n-ді және де теңдеудің үшінші түбірін. Біз m-ді табу үшін бірінші мұнда x-тің орнына бірінші 2-ні, екінші 3-ті қойып жазып аламыз. Бірінші деп қояқ. 2 көбейтілген 2-нің 3 дәрежесі плюс m-нің өзін жазып қоямыз. Көбейтілген 2-нің 2 дәрежесі минус 13 көбейтілген 2 плюс n тең 0-ге. 2-нің 3 дәрежесі 8, 2 көбейтсек 16 плюс 4m минус 26 плюс n тең 0-ге. 4m минус 10 плюс n тең 0-ге. 4m плюс n тең, мына минус 10-ды оң жаққа шығарсақ, теңдіктің сонда ол плюс таңбасымен шығады. Енді дәл осылай, бірақ x-тің орнына 3-ті қойып жазып аламыз. Сонда 2 көбейту 3-тің 3 дәрежесі плюс m көбейтілген 3-тің 2 дәрежесі минус 13 көбейтілген 3
плюс n тең 0-ге. 3-тің 3 дәрежесі 27, 27-ні 2 көбейтсек 54 плюс 3-тің 2 дәрежесі 9, 9m минус 39 плюс n тең 0-ге. 9m плюс n плюс 15 болады, 54-те 39 алсақ тең 0-ге. 9m плюс n тең болады минус 15-ке. Келесі 9m плюс n тең минус 15-тен азайтамыз. 4m плюс n тең 15-ті азайтамыз. Сонда 5m n-дер жойылып кетеді, тең болады минус 25-ке. Мынау минус 10-ның алдына түскен кезде минус қосылады да, минус таңбасы қойылады. Сонда минус 25 болады. Бізде m тең болады, минус 25-ті 5-ке көтсек, минус 5-ке. m-іміз минус 5-ке тең. Енді m-ді тауып алу үшін, мына екі өрнектің кез келгенін алып, m-нің орнына минус 5 деген санды қойып, есептейміз. Мен 9m плюс n-ді алайын, 15. m-нің орнына минус 5-ті қоямыз. Плюс n тең минус 15. Минус 45 плюс n тең минус 15. n тең минус 15 плюс 45. n тең 30-ға. Келесі үшінші түбірін тауып алу үшін, мұнда m-нің орнына, n-нің орнына өзінің мәндерін қойып жазып аламыз. Сонда 2x куб минус 5x квадрат минус 13x минус плюс 30 болады. Үшінші түбірді тауып алу үшін, біз бұны осы теңдеуді x минус 2-ге немесе x минус 3-ке бөліп аламыз. Мен x минус 3-ке бөлейін. Сонда 2x кубтан құтылу үшін бірінші 2x-тің квадратынан береміз. Сонда 2x-тің кубы минус 6x-тің квадраты. Азайтамыз. Мұна минус мұна жерге келгенде плюс болады. Сонда x квадрат қалады минус 13x плюс 30-ді түсірейік. Плюс x-тан береміз. x квадрат минус 3x азайтамыз. Мұна минус пен мұна минус плюс болып, минус 10x плюс 30 қалады. Минус 10-нан береміз. Сонда минус 10x плюс 30. 0 шығады. Енді осы теңдеуімізді 2x квадрат плюс x минус 10-нан дискриминант тауып, теңдеудің үшінші түбірін табамыз. Дискриминант тапсақ, 1 минус 4 көбейтілген 2 көбейтілген минус 10. Тең болады. 4-ті 2 көбейтсек 8, 8-ді 10-ға көбейтсек 80. 1 плюс 80 тең 81-ге. X біріміз тең болады. Минус 1, минус 9 бөлінген 2 көбейту 2. Тең минус 10, минус 14-ге бөлсек, минус 2,5. X екіміз тең, минус 1-ді қосамыз 9-ға. Бөлімде 4, сонда 2. Бізде өзі берілген, бірінші түбірі 2 деген, сондықтан 2 деген жауабын алмаймыз. Минус 2,5 деген жауапты аламыз. Сонда біздің x-тің үшінші түбірі тең минус 2,5-ке. Келесі 34-те 5-ші есеп. Мұнда теңдеуді жаңа айнымалы енгізіп шығаруымыз қажет. Бірінші берілген теңдеу бізде x плюс 1-дің квадраты көбейтілген x квадрат плюс 2x минус 12. Біз мұны бірінші ашып жазып алайық. Сонда x квадрат плюс
2х плюс 1-ге. Х квадрат плюс 2х минус 12 тең 0-ге. Х квадрат плюс 2-ні а деп енгізіп алайық. Сонда бірінші а плюс 1 болады бірінші жақша, екінші жақшамыз а минус 12 тең 0-ге. А квадрат плюс а минус 12 тең 0-ге. Мұнда дискриминат тауып алайық. Дискриминат 1 минус 4 көбейтілген минус 12 тең 49 болады. А біріміз тең болады минус 1 минус 7 бөлінген 2 тең минус 4-ге. А 2 тең болады минус 1 плюс 7 бөлінген 2 тең 3-ге. А 1 минус 4-ге, а 2-міз 3-ге тең. Енді келесі х квадрат плюс 2х-ті теңестіріп, аның мәндеріне жеке-жеке теңестіріп шығамыз. Бірінші минус 4-ге теңестірейік. Сонда х квадрат плюс 2х плюс 4 тең 0-ге. Дискриминат табамыз. 2-нің квадрат 4, минус 4 көбейтілген 4-ге. Тең болады 4 минус 16 тең минус 12-ге. Дискриминат 0-ден кіші болса, оның мәні болмайды. Екінші х квадрат плюс 2х-ті теңестіреміз 3-ге. Х квадрат плюс 2х минус 3 тең 0-ге. Дискриминат тең 4 минус 4 көбейтілген минус 3-ге. 4 плюс 12 тең 16. Х1 тең минус 2 минус 4 бөлінген 2-ге. Минус 3-ге тең. Х2-міз тең болады минус 2 плюс 4 бөлінген 2 тең 1-ге. Келесі екіншісін шығарамыз. Онда да солай. Х минус 2-нің квадраты көбейтілген х квадрат минус 4х минус 12 тең 0-ге. Мына жақшаны ашып алайық. Х квадрат минус 4х плюс 4 х квадрат минус 4х минус 12 тең 0-ге. Х квадрат минус 4х тең т деген деп алайық. Енді мұнда т плюс 4 мына жақшаның іші, мынау 4-ге тең минус 12 тең 0-ге. Т квадрат плюс 4т минус 12 тең 0-ге. Дискриминат тауып алайық. 4-тің квадраты 16 минус 4 көбейтілген минус 12 тең 16 плюс 48-ге. Да 64 болады. Т1 тең болады минус 4 минус 8 бөлінген 2 тең минус 6-ға. Т2 тең болады минус 4 плюс 8 бөлінген 2 тең 2-ге. Енді х квадрат минус 4х-ті теңестіреміз минус 6-ға. Х квадрат минус 4х плюс 6 тең 0-ге. Дискриминат тең 16 минус 4 көбейтілген 6-ға тең. 4-ті 6-ға көбейтсек, бізде 24 болады. 24-тен 6-ны алсақ, минус 8 болады. Дискриминат кіші болған жағдайда 0-ден мәні болмайды. Келесі х квадрат минус 4х-ті теңестіреміз 2-ге. Х квадрат минус 4х минус 2 тең 0-ге. Дискриминат тең 16 минус 4 көбейтілген минус 2-ге. 16 плюс 8 тең 24-ге. Х1 тең болады 4 минус
24-тен 2 төбір асты 6 шығады. Бұл бөлінген 2-ге. Тең болады. Мұнда 2-ні жақшаның сыртына шығарсақ, 2 жақша ішінде 2 минус төбір асты 6 бөлінген 2. 2 мен 2 қысқарады. Сонда 2 минус төбір асты 6 қалады. X 2-міз 2 плюс төбір асты 6 болады. Келесі үшіншісінде берілгені x квадрат плюс 3x плюс 1. Екінші жақшада x квадрат плюс 3x плюс 3 минус 3 тең 0-ге. Енді біріншісін жазып алайық. X квадрат плюс 3x плюс 1. X квадрат плюс 3x. Мұна 3-ті плюс 1 плюс 2 деп аламыз. Минус 3 тең 0-ге. X квадрат плюс 3x плюс 1-ді тең деп аламыз аға. Енді мына жақшаның іші а болады. Екінші жақшаның іші а плюс 2 болады. Минус 3 тең 0-ге. А квадрат плюс 2а минус 3-ге тең 0-ге. Дискриминант табамыз. 4 минус 4 көбейтілген минус 3-ге тең болады 16-ға. А1 тең минус 2 минус 4 бөлінген 2-ге. Минус 3-ге тең болады. А1-міз, А2-міз тең болады. Минус 2 плюс 4 бөлінген 2 тең 1-ге. Жеке-жеке теңестіреміз. X квадрат плюс 3x плюс 1-ді теңестіреміз. Бірінші минус 3-ге. X квадрат плюс 3x плюс 1 плюс 3 тең 0-ге. X квадрат плюс 3x плюс 4 тең 0-ге. Дискриминант табамыз. 9 минус 4 көбейтілген 4 тең минус 16-тан 9 алсақ минус 7. Дискриминант 0-ден кіші болған жағдайда бізде мән болмайды. Екінші x квадрат плюс 3x плюс 1-ді теңестіреміз 1-ге. X квадрат плюс 3x плюс 1 минус 1 тең 0-ге. Мұнда бірлер жойылып кетеді. Сонда x квадрат плюс 3x тең 0-ге. X-ті жақшаның сыртына шығарамыз. X плюс 3 болады тең 0-ге. X тең 0-ге. X1-міз 0-ге тең. X плюс 3 тең 0-ге. X тең минус 3-ге. X2-міз минус 3-ге тең. Келесі 34-5-тің 4-шісі. X квадрат плюс 3x плюс 3. X квадрат плюс 3x плюс 1. Плюс 1 тең 0-ге. Енді мұнда бірінші жақшаны x квадрат плюс 3x плюс 1 плюс 2 деп ашып аламыз. Екіншісін x квадрат плюс 3x дәл сол күйіне жазып қоямыз. Плюс 1 тең 0-ге. Енді x квадрат плюс 3x плюс 1-ді тең деп аламыз т-ға. Бірінші жақшада т плюс 2. Екінші жақша бізде т-ға тең плюс 1 тең 0-ге. Т квадрат плюс 2т плюс 1 тең 0-ге. Дискриминант тең 2-нің квадраты 4 минус 4 көбейтілген 1. Бізде дискриминант 0-ге тең болған жағдайда т-ның 1 ғана мәні болады. Т1 тең минус 2 бөлінген 2-ге тең минус 1-ге. Енді минус 1-ді x квадрат плюс 3x плюс 1-ге теңестіреміз. X квадрат плюс 3x плюс 1 плюс 1 тең 0-ге. X квадрат плюс 3x плюс 2-ге тең 0-ге. Дискриминант табамыз. 9 минус 4 көбейтілген 2. 1 болады. X1-міз
тең болады минус 3 минус 1 бөлінген 2 тең минус 2-ге. X 2-міз тең болады минус 3 плюс 1 бөлінген 2 тең минус 1-ге. Келесі 34-те 6-шы есеп. Мұнда теңдеуді жаңа айнымалыны енгізу тәсілімен шешіңдер дейді. Бірінші бізде берілген теңдеу x квадрат плюс x-тің квадраты плюс 4x квадрат плюс x минус 12 тең 0-ге. Сенді x квадрат плюс x-ті тең a деп алайық. Сонда a квадрат плюс 4a минус 12 тең 0-ге. Дискриминантын тапсақ, 16 минус 4 көбейтілген минус 12-ге. Тең 16 плюс 48 тең болады 64-ге. a1 тең болады минус 4 минус 8 бөлінген 2 минус 6-ға. a2-міз тең болады 2-ге тең болады. Енді осы шыққан мәндерді x квадрат плюс x-ға теңестіріп шығамыз. Сонда x квадрат плюс x плюс 6 тең 0-ге. Дискриминант тең 1 минус 4 көбейтілген 6 тең минус 23 шығады. Мұнда мәні болмайды. Келесі x квадрат плюс x тең 2-ге. X квадрат плюс x минус 2 тең 0-ге. Дискриминант тең 1 минус 4 көбейтілген минус 2 тең 9-ға. x1 тең болады минус 1 минус 3 бөлінген 2 тең минус 2-ге. x2-міз тең болады минус 1 плюс 3 бөлінген 2 тең 1-ге. 34-те 6-ның екіншісі. Мұнда берілген x квадрат минус 3x, x минус 1, x минус 2, минус 24. Бірінші жақшаның өзін жазып қоямыз, минус 3x. Екінші жақша мен үшінші жақшаны көбейтеміз. Сонда x-тің квадраты минус 3x плюс 3 шығады. Плюс 2 шығады екен. Минус 24 тең 0-ге деген өткеді. Біз тең 0-ге. Енді x квадрат минус 3x-ті тең a деп алсақ, a плюс 2 болады. Минус 24 тең 0-ге. a квадрат плюс 2a минус 24 тең 0-ге. Дискриминант табамыз. 4 минус 4 көбейтілген минус 24. 4 плюс 24-ті 4-ке көбейтсек 96 болады. Сонда 96 тең 100. a1-міз тең минус 2 минус 10 бөлінген 2 тең минус 6-ға. a2-міз тең минус 2 плюс 10 бөлінген 2 тең 4-ке. x квадрат минус 3x-ті теңестіреміз минус 6-ға. x квадрат минус 3x плюс 6 тең 0-ге. Дискриминант тең 9 минус 4 көбейтілген 6-ға. Мынадан 24 шығады. 24-тен 9-ды алсақ, минус 15 шығады. Мұнда жауап болмайды. Екінші x квадрат минус 3x теңестіреміз 4-ге. x квадрат минус 3x минус 4 тең 0-ге. Дискриминант тапсақ, 9 минус 4 көбейтілген минус 4-ге. Мұнда дискриминанттан 16, 16-ға 9-ды қоссақ 25 шығады. x1-міз тең 3 минус 5 бөлінген 2-ге тең минус 1-ге. x2-міз тең 3 плюс 5 бөлінген 2
тең 4-ке. Келесі үшіншісінде берілгені x квадрат минус 5x минус 1 жақша ішінде. Екінші жақша x квадрат минус 5x плюс 2 минус 28 тең 0-ге. Енді мұнда бірінші жақшаның өзін жазып алайық. Минус 5x минус 1-ге. Екінші жақшаны x квадрат минус 5x минус 1 плюс 3 деп жазып алсақ, минус 28 тең 0-ге. Енді x квадрат минус 5x минус 1-ді a деп аламыз. Сонда a плюс 3 болады, минус 28 тең 0. a квадрат плюс 3a минус 28 тең 0-ге. Онда дискриминантты табамыз. 9 минус 4 көбейтілген минус 28 тең. Минус 28-ді минус 4-ке көбейтсек, 9 плюс 112 болады. Тең 121-ге. a біріміз тең минус 3 минус 11 бөлінген 2-ге тең минус 7-ге. a екіміз тең минус 3 плюс 11 бөлу 2-ге тең. a екіміз 4-ге тең. Енді жеке-жеке теңестіріп аламыз. x квадрат минус 5x минус 1-ді теңестіреміз минус 7-ге. x квадрат минус 5x минус 1 минус 7-ні сол жаққа шығарамыз. Сонда плюс таңбасымен шығады. Плюс 7 минус 1, сонда плюс 6 болады, тең 0-ге. Дискриминант тапсақ, 25 минус 4 көбейту 6 тең 1-ге. x біріміз тең болады. 5 минус 1 бөлу 2 тең 2-ге. x екіміз тең болады. Плюс 1 бөлу 2 тең 3-ге. Одан кейін x квадрат минус 5x минус 1-ді теңестіреміз 4-ге. 4 сол жаққа минус таңбасымен шығады. Сонда минус 1, минус 4, минус 5 болады. Тең 0-ге. Дискриминант тапсақ. 25 минус 4 көбейту минус 5 тең болады. 25 плюс 20 тең 45-ге. 45-тен 3 түбір асты 5 шығады. Сонда x 3 және 4-іміз тең болады. 5 плюс минус 3 түбір асты 5 бөлінген 2. Осы есептің төртіншісінде бізде берілгені x-тің кубы, x-тің квадраты плюс x плюс 1. Екінші жақша x квадрат плюс x плюс 2 минус 6 тең 0-ге. Бірінші жақшаның өзін жазамыз. X квадрат плюс x плюс 1. Екінші жақша x квадрат плюс x плюс 1 плюс 1 деп жазып аламыз. Минус 6 тең 0-ге. X квадрат плюс x плюс 1 тең t деген айнымалы енгіземіз. T жақша ішінде t плюс 1. Минус 6 тең 0-ге. T квадрат плюс t минус 6 тең 0-ге. Дискриминант тең 1 минус 4 көбейтілген минус 6. Минус 24 плюс 24 болады. Сонда 1-ге қоссақ 25 болады. T біріміз тең болады. Минус 1, минус 5 бөлінген 2, минус 3-ге. T екіміз тең болады. Минус 1 плюс 5 бөлінген 2-ге тең 2-ге. Енді x квадрат плюс x плюс 1-ді теңестіреміз минус 3-ге. X квадрат плюс x. Минус 3 сол жаққа шыққан кезде оң таңбамен шығады да. Плюс 1 плюс 3 болып плюс 4 болады. Тең 0-ге. Дискриминант тапсақ.
1 минус 4 көбейту 4 тең минус 15 болады. Дискриминант 0-ден кіші болған жағдайда мәні болмайды. Екіншісі x квадрат плюс x плюс 1 тең 2-ге. X квадрат плюс x. 2 теріс таңбамен сол жаққа шығады. Сонда минус 1 болады. Тең 0-ге. Дискриминант тең 1 минус 4 көтілген минус 1 тең 5-ге. X біріміз тең минус 1 минус түбір асты 5 бөлінген 2-ге. X екіміз тең минус 1 плюс түбір асты 5 бөлінген 2-ге.